Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Айдана. Бүгін сіздерге малдың қарнынан, яғни қойдың қарнынан қалай тазалық жолымен бөліскелі отырмын. Видеоның соңына дейін көріп шығыңыздар. Ең алдымен қарнымызды мұздай суық су құйылған осындай үлкен ыдысымызға, кастрөлге қарнымызды саламыз. Үстіне тұзды молырақ саламыз. Бір түнге қалдыруға да болады, немесе жарты күнде. Мен 3-4 сағатта тұрды. Мінекей, көріп тұрғаныңыздай қолмен де жақсылап ашылып жатыр. Екінші жолы осындай бос әрі таза ыдысымызға қайтадан салып, үстіне ыстық су құямыз. Арасында қалған қабықтарын әбден жақсылап тазалап аламыз. Қолмен алынбаған жағдайда пышақпен қырып алсақ да болады. Қолмен де жақсылап алынып жатыр, пышақпен де қырып та жақсы тазарып жатыр. Өйткені бұл тұз жақсы сіңгені. Тұз жақсы сіңбеген жағдайда қабығы қатты болып тұрады. Арасына ыстық суда құйып, осылай жақсылап тазалап алғанымыз дұрыс. Қабығын бөлек салафанға салып алдым. Қайнаған суды үстіне құйып, қайтадан жақсылап тұрып тазалап алатын боламыз. Жуып алғаннан кейін бөлек ыдысқа салып, қайтадан жылы суға бір жақсылап тұрып шайып алатын боламыз. Осымен қарнымыз әбден жақсы жуылды. Бұл қарнымызды чеснок теркадан өткізіп, үстіне тұзды молырақ салып, жақсылап тұздап аламыз. Ішектерімді де жақсылап жуып тазалап алдым. Манты, орама, салат жасасаңыздар, әрі дәмді болып шығады. Ас болсын, назарларыңызға рахмет.